Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Шору каналы. Бүгінгі шығарымыз түсіңізде пайғамбарымызды көрсеңіз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Бір риуатта ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды кімде-кім түсінде көрсе, расымен мені көргені, себебі шайтан менің бейнеме енуі мүмкін емес деген. Барлық жағдайда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көру жалған өтірік түс емес, нағыз ақиқат және шынайы түс. Әзіретті Әнстаннан жеткен бір риуатта мені түсінде көрген адам тозаққа кірінбейді делінген. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды түсінде көру ол адамның отбасы мен ағайын туыстарының арасында ешкім қолы жеткізге алмаған мансапқа жетуіне ишара. Жазықсыз біреудің түсінде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көруі оның жәрдем алып жеңімпаз болатынына ишара. Түсінде ардақты пайғамбарымызды сахабалармен бірге көруі мұсылмандардың жеңіске жетіп, кәпірлердің жеңілуіне ишара. Қорқып, үрейленіп жүрген адамның түсінде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көру оның қорыққан нәрсесінен құтылуына ишара. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды қартайған күйде көруі оның есендікке жетуіне ишара. Бай әйелдің түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі мал дүниесін Алла жолында садақаға тартуына ишара. Жүкті болған әйелдің түсінде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды сүрме жаққанын көруі ол әйелдің ол бала туатынына ишара. Әйелі жүкті болған ер азаматтың түсінде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның сүрме жақып жатқанын көруі әйелінің ол бала туатынына ишара. Түсінде ардақты пайғамбарымыздың күлімсірегенін көруі түс көрушінің оның сүндетімен жүруіне ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көркем бейнеде көруі түс көрушінің дінінің әдемілігіне ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыздың өзінің бет бейнесінен де әдемі болғанын көру ол адамның өте діндар екендігіне және сүндетті ұстанатынына ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның әдемі бейнеде көрмеуі немесе денесінің кейбір кемшіліктерін көруі түс көрушінің адамның кемшілігіне ишарат. Түсінде сипаттарды айтып жеткізуге шамасы жетпейтіндей дәрежеде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі түс көрушінің діні мен өмірінің жақсы нәтижемен сүйіншілейтініне ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам белгілі кескін келбетпен және қас қалпында көруі оның жағдайының жақсаруына, атақты болатынына және дұшпанның жеңетініне ишарат. Ауру адамның түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі оның шипа табуына ишарат. Басына пәлекет келген біреудің түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі Алла тағаланың ол пәлекеттен жойуына ишарат. Жетім біреудің түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі оның мәртебелі дәрежеге жетуіне ишарат. Қайғылы және мұңайып жүрген біреудің түсінде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көруі оның қайғы мұңнан құтылуына ишарат. Түрмеде жатқан адамның түсінде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көруі оның түрмеде құтылуына ишарат. Қорқып, үрейленіп жүрген адамның түсінде Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көруі оның қорыққан нәрсесінен құтылуына ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ашулы күйінде көруі оның халінің жаман болуына ишарат. Қарызданған адам түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды көруі қарызының төлеуіне ишарат. Түсінде ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүюі оның пайғамбардың риуат етілген нәрсені төзімді болуы қажет екендігін ишарат. Түсінде ардақты пайғамбардың саллаллаху алейхи уассаламның қайтыс болғанын көруі оның өзінің тегінен абыройлы біреуді қайтыс болуына ишарат. Түсінде бір жерде ардақты пайғамбарымыздың мәйітін көруі сол жерде үлкен қиындық болатынына ишарат.
түсінде Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның қабірін көруі оның бай болуына, түрмеде болса түрмеден құтылуына ишарат.